Мысырдан көшіп шығу 11-ші тарау. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды: мен Перғауынды және Мысыр елін тағы бір апатқа душар етемін. Одан соң ол бұл жерден кетулеріңе рұқсат беріп қана қоймай, тіпті біріңді қалдырмай елінен шығуға мәжбүрлейтін болады. Израильдіктерге былай де: сол кезде барлық еркектерің мен әйелдерің мысырлық көршілерінен күміс, алтын бұйымдар сұрап алсын. Осы уақыт жеткенде жаратқан ие мысырлықтарды Израильдің үрім-бұтағына игі ниетпен қаратты. Мұсаның абыройы да Мысыр жерінде Перғауынның нөкерлері мен халықтың алдында зор болды. Перғауынның қасынан кетпей тұрып, Мұса оған тағы былай деген болатын: жаратқан ие мынаны айтады: түн ортасында мен Мысырды аралап өтемін. Сонда Мысыр жеріндегі әрбір тұңғыш бала, тақта отырған Перғауынның тұңғышынан бастап, қол диірменді айналдырып отырған күңнің тұңғышына дейін, сондай-ақ мал атаулының алғашқы төлдері де өлетін болады. Бүкіл Мысыр елі бұған дейін болмаған, енді қайтып болмайтын зар еңіреген жоқтауға толады. Ал израильдіктерге келсек, олардың адамдары түгіл, малдарына қарсы иттер де үрмейтін болады. Содан сендер жаратқан иенің Израиль мен Мысыр халықтарына қалай түрліше қарайтынын білетін боласыңдар. Сол кезде мына тұрған нөкерлеріңіздің бәрі алдыма келіп, бастарын иіп былай деп жалынбақ: өзіңіз және басқарып жүрген халқыңыз елімізден шыға көріңіздер. Мен содан кейін шығатын боламын. Ашуланған Мұса осыны айтып, Перғауынның қасынан шығып кетті. Жаратқан ие Мұсаға бұрын мынаны да айтып қойған болатын: менің Мысыр елінде көптеген кереметтер жасауым, әрі өзімнің кім екенімді білдіруім үшін Перғауын айтқандарыңа құлақ аспайтын болады. Мұса мен Харон Перғауынның алдында осы кереметтерді көрсетті. Алайда жаратқан ие Перғауынның жүрегін қасарыстырып, ол Израиль халқын елінен жібермей қойды.